оқытушының бағалаудың білім сапасын арттыру маңызы тақырыбындағы мәселені талқылайтын боламыз. Қазіргі қоғамның өзекті мәселелерінің бірі әлеуметтік экономикалық өзгермелі жағдайларда өмір сүруге дайын болып қана қоймай, сонымен қатар оны жүзеге асыруға, жақсартуға игі ықпал ететін жеке тұлғаны қалыптастыру болып табылады. Мұндай тұлғаға қойылатын бірінші кезектегі нақты талаптар олардың бойындағы ізденімпаздық, шығармашылық, белсенділік, жауаптылық, терең білімділік, кәсіби сауаттылықты дамыту болып табылады. Бұл талаптарды жүзеге асыру үшін оқушы білімін бағалауда жаңа бағытта жұмыс істеу қажеттігі туындап отыр. Осындай қажеттілікті шешудің бірден бір жолы оқушы білімін критериалды бағалау жүйесі бойынша сараптау. Мектеп дамуының қазіргі кезеңінде білім сапасын бағалау жүйесін өзгерту немесе жаңарту мәселесі неліктен пайда болды деп ойлайсыздар? Ол үшін ең әуелі мәселенің туындауына себепші болып отырған мынадай қайшылықтарды қарастыру қажет. 5 балдық жүйенің қазіргі заманға сай білім жүйесін қанағаттандыра алмауы, біріншіден. Екіншіден, оқушы танымындағы өзгерістер мен білім саласында қалыптасқан қарым-қатынастар сипаты арасындағы қайшылықтар. Үшіншіден, білім беру жүйесіндегі болып жатқан өзгерістер мен осы жүйені басқарудың сипаты арасындағы қайшылықтар. Сонымен қатар әлеуметтік сұраныстардың өзгеруі болып табылады. Қазіргі біздің білім беру жүйесінде қолданылып жүрген 5 балдық бағалау жүйесі қалыптасқан уақытта ол оқушының білім деңгейін көтеруді негізге алып құрылған болатын. Ал қазір оқушылардың білімділігі ғана басты рөлде емес, басты рөлде оқушының құзыреттілігін, оның жеке тұлғалық қасиеттерін дамыту, қоршаған ортамен дұрыс қарым-қатынас жасай алу, өзін-өзі дамыту, өзіндік білімін көтеру сияқты мақсаттар қойылып отыр. Бағалау жүйелеріндегі айырмашылықтарға талдау жасайтын болсақ, қазіргі бағалау жүйесі оқушылардың оқу жетістіктерін басқа оқушылардың оқу жетістіктерімен салыстырады. Ағымдағы күнделікті журналға қойылатын бағалау бұл мұғалімнің жүйелі түрде бағаны тіркеуі арқылы жүргізіледі. Оқушының қорытынды бағасы барлық бағаларының арифметикалық ортасын табу арқылы бағаланады. Оқу мақсаттарына жету жолдарын көрсетпейді. Ақпараты аз баға қойылады. Яғни баға санмен қойылады. Бұл жерде санмен қойылған бағалау оқушылардың өзін-өзі дамытуына көмегін, септігін тигізбейді. Ал критериалды бағалау жүйесі оқушылардың оқу жетістіктерін критерийлерге негізделген күтілетін нәтижелермен салыстыруға мүмкіндік береді. Оқу үрдісі барысында қалыптастырушы бағалау жүргізіледі, нәтижесі баға ретінде тіркелмейді. Оқушы білімінің нәтижесі жиынтық бағалау көмегімен анықталады. 90-дық баға бөлім бойынша және 90-дық жиынтық бағаның пайыздық арақатынасы ретінде қойылады. Мақсаттарға және күтілетін нәтижелерге жетуді көрсетеді. Критериалды бағалау мазмұндылығы мен толықтылығы жайында пайымдау, ақпараттың ашықтығы мен оқу үдерісіне сай талаптар, нормалар, критерийлер және бағалау рәсімінің айқындылығымен ерекшеленеді. Критериалды бағалау жүйесі элементтерінің түйінді идеяларына тоқталатын болсақ, әлеуметтік конструктивистік білім беру теориясы бойынша білім танымның келісілген аймағы ретінде қарастырылады. Оқушы білімді пассивті түрде алуды тоқтатып, сол білімнің жасаушысы, құрастырушысы бола бастайды. Оқу мақсаттары қалаулы нәтижелерге жетудің алғышарттары деп қарастырылуы тиіс. Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы баяндамасында біліктіліктің 3 түрі ерекшеленеді. Құралдарды интерактивті түрде пайдалану, гетерогенді топтарда өзара әрекеттесу, өз бетімен іс-әрекет жасау. Лев Выгодский ұсынған жақын арада даму аймағы ұғымы. Бұл баланың даму деңгейі, яғни өз бетінше орындай алатын деңгейі менен педагогпен өз құрдастарымен жұмыс жасай отырып жете алатын потенциалды даму деңгейі арасындағы айырмашылығын білдіреді. Скаффолдинг теориясы бойынша оқу үдерісінің барысында қойылған мақсаттарға жету үшін қажетті көмек көрсету мақсатымен оқушыларды қолдау қажет. Қалыптастырушы бағалау теориясына сүйенсек, оқу мен оқыту үдерісінің негізіне оқушылар оқудың қай сатысында тұр, өз оқуында олар қайда ұмтылады, және соған жету үшін оларға қандай көмек көрсету қажет деген сұрақтар жатады. Бұл сұрақтар оқудағы 3 қатысушымен тікелей байланысты, яғни мұғалім, сыныптас және оқушы. Критериалды бағалау жүйесінде ең маңызды нәрсе оқу үрдісінің өзі, сол арқылы білім алушы өзін-өзі бағалауды үйреніп, өз білімінің артықшылықтары мен кемшіліктерін көріп, әрі қарай қалай даму керектігін түсінеді. Бұл жүйеде білім алушының қалай жұмыс жасағаны, көбіне қалай ойланғаны бағаланады. Бағалауды өткізу үшін
білім алушылардың нені білетіндігін және не істей алатындығын анықтау қажет. Міне осындай тұрғыда мен өзімнің педагогтардың біліктілігін арттыру курстарын өткізу барысындағы тәжірибемен бөлісетін болсам, ең алдыменен мұғалімнің өзін-өзі бағалауын жүзеге асыру мысалдарына тоқталайын. Мысалы, бұл бағашына орналасу реттілігіне қарай олардың бағалау туралы түсініктерінің қандай деңгейде екенін анықтап алуға болады. Бұндай жұмыстар сабақты әрі қарай жоспарлауға көмектеседі. Мен педагогпын теңгерім дөңгелегі арқылы өзінің тұлғалық сапасын бағалатуға болады. Нәтижесінде педагог ретінде өзінің кемшін түсіп жатқан тұстарын анықтап, даму жоспарын жасайды. Сонымен қатар тыңдаушылардың бағалау туралы нені білетіндігін анықтау мақсатында ұйымдастырған жұмыс түрлерімен таныстыратын болсам, мысалы, ротация әдісі бойынша топтық жұмыс ұйымдастыруға болады. Сонымен қатар бағалауда сұрақ қоюдың маңыздылығын естен шығармау керек. Ашық сұрақтар қою арқылы тыңдаушылардың ой пікірімен, тәжірибелерімен бөлісуге болады. Бұл жерде жеке тұлға қалыптасуындағы жеке тұлғаның өзіндік пікірін, нақты фактілермен сөйлей білу дағдыларын, бірін-бірі төзімділікпен тыңдай білу дағдыларын, ынтымақтық дағдыларын қалыптастыруға мүмкіндік болады. Сабақта қалыптасушы бағалауды жүйелі өткізу жиынтық бағалаудың нәтижелі сапалы болуының баспалдағы. Жиынтық бағалау 90 соңындағы оқушы білімінің жетістігін саралайтын жұмыс. Ендеше осы жұмыстың бастауы негізі қалыптастырушы бағалауда қаланады. Бүгінгі таңда оқушы білімін критериалды жүйе бойынша бағалаудың өміршеңдігі мен ұтымдылығы дәлелденіп отыр. Қалыптастырушы бағалау күнделікті оқыту мен оқу үдерісінің ажырамас бөлігі болып табылады және жүйелі түрде жүреді. Қалыптастырушы бағалау үздіксіз жүргізіле отырып, оқушылар мен мұғалім арасында кері байланысты қамтамасыз етеді. Бал не баға қоймастан оқу үдерісін түзетіп отыруға мүмкіндік береді. Мұғалімдер оны оқушылардың жетістіктерін өлшеп, алдағы сабақтарын жоспарлау үшін қолданады. Қалыптастырушы бағалаудың негізгі функциялары қалыптастыру, ынталандыру, уәждеу болып табылады. Педагогтарға сонымен қатар қолдау көрсетуде олардың рефлексивтік практик болып қалыптасуына кері байланыстың маңызы зор. Мұғалімдерді кері байланыс алып қана қоймай, тиімді кері байланыс бере білуге дағдыландыру керек. Қорытындылай келгенде, критериалды бағалау үлгісін оқу үдерісіне енгізу бір мезгілде жүзеге асырылатын нәрсе емес. Ол күнделікті тәжірибе барысында енгізіліп, жетілдіріліп отыру талап етеді. Оқытушы тарапынан өз пәнінің мазмұнын, оны оқыту әдістемесін жетік білуді қажет етеді. Мұғалімнің теориялық білімі мен жеке шығармашылық қабілеті астасып келіп, оқушымен тіл табыса білгенде, оның оқуға деген мотивациясын оята алғанда нәтиже беретін жұмыс.